Баршаңызға сәлем достар, Малика Шафкат қызының арнасына қош келдіңіздер. Бүгін гуляш дайындаймыз. Гуляшты кез келген гарнирмен ұсынуға болады. Алдымен соусын дайындап аламыз. Ол үшін құрғақ табаға 30 грамм ұнды салып, жақсылап үздіксіз араластыра отырып, қоңыр түске енгенше қуырамыз. Сосын оны ыдысқа салып, 100-150 мл су құйып, қоймалжың болғанша осы суды құйып араластырамыз. Сосын оны шетке алып қоямыз. Келесі кезекте табаға май құйып, ұсақтап туралған етті салып, жақсылап қуырамыз. Етті қуырған кезде оның суы шығады, осы суы тартылғанша қуыру қажет. Етімізді қуырып алғаннан соң, үстінен пияз қосып, жақсылап араластырып, бұны да қуырып аламыз. Әдемі түске ену үшін бір ас қасық томат саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және дәмдеуіштер саламыз. Сосын 2 лавр жапырағын салып, жарты литр су құйып, баяу отта жақсылап бұқтырамыз. Табаның қақпағын жауып, баяу отта 45 минут бұқтырамыз. Қырық 45 минут өткеннен соң жаңағы соусты құйып, араластырамыз да тағы да 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Гуляш дайын болғаннан соң лавр жапырақтарын алып тастаймыз. Міне сонымен дайын, кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Ерекше тағам жасап, жақындарыңызды қуантқыңыз келсе, осы гуляш тағамын дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер видеом сіздерге пайдалы болған болса және ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл менің каналымның дамуына қосқан өздеріңіздің кішкентай ғана үлестеріңіз болмақ. Еңбегімнің бағаланғанын осылай білдірсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын.